26 наурыз күні сағат 9-дар шамасында жобамын. Мен 303 маршрутта Азия парктен қаладан в сторону Қосшыға келе жаттым. Сөйтіп мен светофорға келдім, жасыл жанды. Светофордан енді шығайын деп жатқан кезде уже ана кісінің қараймын 303 келе жатыр. Прям қатты келіп қалды. Келді да тура көз алдымда мынандай 10-15 метр жерде көз алдымда автобус соғысты. Соғысқан кезде қатты удардан автобус бір көтеріліп түсті. Ана жер көк түтін болды. Бізде бірінші автобустың паркте бізде техникалық қауіпсіздік деген болады. Занятиелер, сабақтар өтіп тұрады, сондай инструктаж ТБ. Содан бізге өтілген сабақ бойынша, инструктаж бойынша мен автобусты алға жүріп, алдында кармашка болды, кармашкадан өтіп, автобусты сөндіріп, аварийканы жағып, ручник тартып, автобус полный өшіріп, енді бір өзім қолымнан ештеңе келмейтінін түсіндім. Артыма салонға қараймын, салонда 3-4 үлкендеу жігіттер бар екен, денелі кісілер бар екен. Сол кісілерге қарап айттым: жігіттер, кеттік, автобустың ішінде пассажирлерді шығарайық, адамдарды құтқарайық, көмектесейік деп айттым. Ең бірінші мен автобус өртеніп кету қаупін ойладым. Жаңа 3-4 жігітті алып есікке қарай жүгірдік. Алдыңғы есік мыжылып кеткен, артқы екі есік тұр. Артқы есік кішкентай саңылау болып тұр екен. Сол жерге қолымызды тығып, өзіміз 4 еркек сол жұлқып, ролигі шығып кетті, сындырып аштық есікті. Артыңғы есіктен кірдік бәріміз. Сөйтіп артыңғы есік ашылды. Сол кезде сол жолаушылар шығара бастады: ағай, құтқарыңызшы бізді, көмектесіңіз, ағай, көмектесіңізші деп бәрі жылап кетті. Ана жердегі адамдардың бәрі мені көргенде 2-3 минуттың ішінде тез адамдарды шығарып, автобуста өртену қаупі болғандықтан неғұрлым жылдам тезірек айқайлап бәрін айтып тезірек бәрін алып шығайық, алып кетіңіздер деп тез адамдарды алып шығып, 2 минут какой-то 2-3 минутта бәрін алып шықтық та әрірек ана жақтарға жатқыздық. Жақын ба білмеймін, тез келіп қалды, көп жедел жәрдем келді. Сондықтан өз пассажирлерімді алып, болды, жігіттер адамдарды аман-есен әйтеуір шығардық. Енді ары қарай өз органдар жұмыс істейді. Кетейік, жүріңіздер деп сол кісілерді алып кеттім. Сөйтіп жүріп кеттім. Сөйтіп Канешкеге бардым. Канешкеге барсам, үстім бәрі қан, көйлектерім, қолданым бәрі, денем, мойын, басым бәрі қан, шалбарым, аяқ киім бәрі қан екен. Содан сол өзімде шок болып қалдым. Канешкеде жылап алдым, шамалы біраз отырып жылап неғылып. Адамдар жуындырып көмектесті, сол пассажирлер, Тайтөбенің тұрғындары. Содан жуынып, шайынып, одан кейін шықтым. Адам сияқты былай қарай өзімнің жұмысыма, линияға шықтым.